Он өнеркәсібі құрдымға кетуі мүмкін. Қостанай облысының бизнес өкілдері осылай деп дабыл қағуда. Өйткені Өзбекстан мен Тәжікстан қазақтың бидайын көптеп сатып алып, өздерінде ұн өндірісін қарқынды дамытуда. Ал Қазақстан тек шикізат сатумен ғана шектелейін деп тұр. Себебі сауданың көркін қыздыруға тиісті сауда министрлігі бұл саланы жандандыруды емес, қайта кәсіпорындар жұмысына кісен салар шешім шығарды дейді кәсіпкерлер. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз тарқатады. Енді ішкі сыртқы нарықта сатылатын ұнның салмағы 60 тоннадан асса, биржа арқылы аукционға шығарылуы тиіс. Сауда және интеграция министрлігінің бұл шешімін естіген кәсіпкерлер қатты ашулы. Онсыз да Өзбекстан мен Тәжікстандық бәсекелестеріне есе жіберіп қойған отандық ұн өндірісі мүлдем құрдымға кететін болды деп дабыл қағуда. Основной рынок афганский, он просто-напросто не сможет. Біздің басты нарығымыз Ауғанстан. Бұл ел биржамен сатып алу процесіне қатыса алмайды. Олар бұған дайын емес, мамандары жоқ, инфрақұрылымы сай емес. Сондықтан сауда және интеграция министрлігінің бұл шешімі отандық ұн өнеркәсібіне арналған табыттың қақпағына қағылған соңғы шеге деп айтуға болады. Бұл ұн өндірісін Құрту. Осылай қалса, ұнды Өзбекстаннан сатып алатын боламыз. Тәжікстан мен Өзбекстан өз елдерінде қазақстандық ұнның сатылуына барынша кедергі келтіруде. Темір жол тарифін қымбаттатты, құн салығын көтерді, әйтеуір дегеніне жетті. 2012 жылы Тәжікстанға 450-500 мың тонна ұн тасымалданса, ал 2018 жылы 50 мың тоннаға дейін қысқарған. Есесіне бидай экспорты 5 есеге ұлғайды. Яғни өзінің ұн өндірісін қарқынды дамытуды қолға алып, біздің өндірушілерді өз нарығынан ығыстырып тастады. Ендігі отандық ұнның басты тұтынушысы Ауғанстаннан да айырыламыз дейді сала өкілдері. А наше правительство, созданное 20 лет тому назад. Біздің үкімет 20 жыл бұрын құрылған ұн экспорты бойынша Азиядағы бірінші орында тұрған ірі қуатты ұн өнеркәсібін құрдымға жіберудің бар амалын жасауда. Біз енді жаппай жабылып тынамыз. Сауданың көрігін қыздыруға тиісті министрлікке ұн өндірушілердің өкпесі қара қазандай. Бұл жобаны кім ойлап тапқан деп отыр? Мы свой проект приказа направляли в госорганы. Біз бұл жобаны қабылдамас бұрын мемлекеттік органдардың рұқсатын алдық. Әділет министрлігіне келісімге жібердік. Олар сараптама жүргізіп тіркеді. Біз бұл тауарды биржаға енгізбес үшін жан-жақты сараптама жүргізілді. Оған бизнес өкілдері жауапты мемлекеттік органдарда қатысты. Ал жобаның авторы кім екенін мен тіпті білмеймін. Министрлік өкілі бұл шешімді өзгертуге, яғни ұнды биржа арқылы сатылатын тауарлар тізіміне енгізбеуге тырысып көрген, бірақ нәтиже болмапты. Ал өнім өндірушілер бұл ұлттық экономикаға қауіпті шешімнің қайткен күнде күшін жою қажет деп санайды. Құжат биыл 1 шілдеде күшіне енеді. Оны тоқтату үшін кәсіпкерлер Атамекенмен бірлесіп президентке хат жолдамақ. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен Бизнес телеарнасы, Қостанайдан.